Сіздің ең үлкен фобияңыз қандай? Біреу жоғарыдан қорқады, біреу құрт-құмырсқа жыбырлағаннан қорқады, енді бірі қараңғыдан қорқады. Ал мен тереңдіктен қорқамын. Сол фобиямды жеңу үшін дайвингке баруды шештім. Қолымнан келе ме, келмей ме, оны осы видеоның соңында көріп біле аласыздар. Бұл видео ішкі сезімдерді ақтаратын видео болады. Жақсы қаралым болсын. Бұрыннан түскен, олар қайғырып жатырған жоқ. Жалғыз мен осы жерде қобалжып отырған. Бүгін Египеттегі 10-ші күн. Алла қаласа қазір дайвингке бара жатырмын. Құрылғының көмегімен осы судың астын сіздерге жақсы етіп көрсетемін деген ойдамын. Көп ойландым. Барам, бармайым деп. Ақыры барам деп шештім. Машина отельдің дәл алдынан алып кетті. Портқа келдік. Каос порттан корабльдерге мініп жолға шығамыз. التحصيلات كلها تمام. هانا رويال 4 человека. А что если 4 человека Хана Роял? Это значит 8 человек, правильно? Окей. А $100 можно? Окей, еще Рихана Роял 11.30. $130. Можно? Да. Окей, все имя яхта называется Адам. А здесь есть вообще. Если режим, она просто плавает. Маски, ласты, вижили, так далее. Какой отель? В общем, осылай бәріміз жинап алды, енді кетіп бара жатырмыз. Адам деген корабльге мінеміз. Потому что там контроль. Ит айтты, артынан бара жатырмыз. Ну, по крайней мере, мы так Көреміз. Аяқ киім тапсырдық ана жаққа. Жоғарға қарай бара жатырмыз. Осы жерде бүкіл осындай кемелердің барлығы осы жақтан жолға шығады екен. Белый остров, сосын дайвинг, үш жерге апаратын турға бара жатырмын. Барлығы $30 деді. Түскі ас соның ішіне кіреді. Енді Алла қаласа көреміз қандай болатынын. Және саудаласып кішкене $28 түсірдім. Мұнда кейбіреулер $35 келіп отыр, кейбіреулер 32, біреулер 25 деп айтады. Әркімге әртүрлі. Сондықтан саудаласу керек, кішкене болса да өзіңізге ақша үнемдеп қалуға мүмкіндік бар. Молодцы, а ты знаешь, кто самый главный человек на яхте? Она бассейна похлопать ему с каждого утра. Кемеде әдеттегідей қауіпсіздік шараларымен таныстырды. Тайып құлап кетпеңіздер, дайвинг кезінде қалай белгі береміз дегендей, соның бәрін мұқият тыңдап алыңыз. Себебі ол сіздің өміріңізге байланысты. Россиядан келген Ваня маған деген фото жасап жатыр. Біз жүзіп жүрген жер Рас Мұхаммед ұлттық паркі. Рас Мұхаммед ұлттық паркіндегі маржан рифтер табиғаттың өзі салған таңғажайып картина іспетті. Осы жерге әрине су асты әлемін көруге келеді. Египет елінің бір ғажап қыры Қызыл теңіздің тылсым тереңдегі өмір. Жалпы Египет әлемдегі ең үздік дайвинг бағыттарының бірі. Мұндағы су мөлдір, көрінісі ертегі әлеміндегідей, ал маржан рифтері тіршіліктің мың түсті көрінісі.
Шарм-эль-Шейх пен Хургада сынды курорттар дайвинг әуесқойлары үшін жұмақ саналады. Су астында ежелгі кемелердің қалдықтарын зерттеп, акулалар мен дельфиндерді кезігу мүмкіндігі де бар. Бірақ акулаға кезікпей-ақ қояйық. Египетте тіпті ешқандай сүңгіп көрмеген адам да қысқа курстар арқылы бұл хоббимен таныса алады. Дайвинг бұл тек қана суға түсу емес, бұл басқа бір әлемге саяхат. Шақты осындай кемелер бара жатыр. Әрқайсында туристер толы. Барлығы дайвингке, сүңгуге, немесе просто экскурсия жасап бара жатырғандар да бар. Біздің қайықта бір 50 адам болса, соның 20-сы дайвинг жасайды. Қалған 30-ы жай тек қыдырып экскурсия жасап бара жатыр. Олар күліп рахаттанып жатыр да, кейбіреулері енді бұрыннан түскен, олар қайғырып жатырған жоқ. Жалғыз мен осы жерде қобалжып отырған. Бірақ Алла қаласа бәрі жақсы болады. Бұйырса бәрін сіздер көресіздер. Барлығы сіздер үшін көрсетем. Мен бүкіл эмоциям барлығын судан шыққаннан кейін айтатын болам. Барлығын сіздер көресіздер. Егер сіздерге менің видеоларым ұнап жатырса, каналға тіркеліп, колокольчикті басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бірінші тоқтаған жерде барлығы дайвинг жасап жатты. Мен дайвинг жасамадым. Қорқыныш болды. Етімді үйретейінші деп суға армансыз түсіп алдым. Әуетші болдық. Енді келесі жерге кетіп бара жатырмыз. Белый остров деген жерге кетіп бара жатырмыз. Ақ арал. Сол жерге барамыз қазір, Алла қаласа. Сол жерде фото, видео түсіп, кері бері қарай Пещера деген жер бар. Сол жерге барамыз. Дайвинг, суға түсу, содан соң елге қарай қайтамыз. Біздер жақындап келе жатырмыз. Бұл Египеттің Мальдив аралдары деп аталатын ақ арал, Белый остров. Шынымен ақ десе ақ екен, айналасы көгілдір. Камера түстердің барлығын беріп жатыр ма, сіздерге көрініп жатыр ма білмеймін. Мынаның түстері, Каралдың түстері, жан жағындағы теңіздің түсі Мальдив аралдарына ұқсайды екен шын мәнінде. Ақ арал.
Құмды шағын риф аралы. Айналасында ашық көгілдір түсті таяз су. Туристер бұл жерде шамамен 20-30 минуттай болады. Бұл арал әдемі суретке түсіп, суға шомылып, күнге қыздыруға таптырмас орын. Карал деген осындай болады. Міне карал. Бітсе, оған өсіп тұрған шөптер, балдырлар. Егер сіз осындай каралды еліңізге алып кететін болсаңыз, сізге штраф $1000. Және одан да жоғары болады. Ал бұл ақ арал. Египеттің Мальдивы деген осы. Бұл жерде Египеттік Мальдив деп атауы тегінен тегін емес. Себебі айналасындағы судың түсі көгілдір, Мальдив тағдай, және песок. Бұл жерде песок, жердің барлығы песок, өте әдемі, өте мықты жер. Келуге кеңес беремін. Аралды көріп болдық, міне ең қорқыныштың көкесі болатын кезде жетті. Алла қаласа бірінші рет дайвинг, бұйырса фобиям жеңем деген ойдамын. Міне. Бәрі түсіп жатыр, мен де түсе аламын. الورق ده عنده غطس صح؟ بس انت رقم شايف شايف Один, два, три, прыгать, окей? Арми! Один, два, три. Руку тут. Сейчас он двигает руками, не двигает ногами вообще. Только слышишь и не говорит. Дышит как я. Глубоко. Глубже. Отлично. Сейчас посмотри, вода и дышит. Будет реально. Просто посмотри, вода и дышит. Проверь. Негізінен керемет басталып жатты дайвинг. Кенеттен тереңдеген сайын құлағым ауыра бастады. Басымда қысылып жатқандай болды. Тайсон инструктор болмайды деп алып шықты жоғарыға. Продаваться, чтобы перепонка обратно. Су бетіне шығарған соң дұрыстап түсіндіріп, мені кері сүңгуге көндірді. Кішкене болмағанда бәрін тастап, атып шығайын деп тұр едім. Тайсонның сөздерінен соң есімді жидым әйтеуір. Бәрін түсінгендей болдым. Дегенмен ішімде арпалыс жүріп жатты. Сүңгейім, сүңгімейім деген. Әйтеуір намысқа тырысып, бастаған соң соңына дейін жеткізем деп, фобиямды жеңем деп шештім. Жаймен екінші сүңгуге кеттім. Бұл жолы бәрі мықты болды.
жолым болып, осындай үлкен балықтың кішкентай балықты ұстап алып жеп жатқанын да көрдім. Ғажап екен дайвинг. Камерамен барлық әдемілікті көрсете алмаймын әрине. Бұл жерге келу керек. Осындай кереметтен нағып қорқып жүрдім екен. Тайсон, ты красавчик. Это было. Таудеги, бахта. давай اقول لك سورينا ماسكه سمكه عماله تتخانق. Аллаға шүкір, мен шықтым. Мықты. Вообще сөзім жоқ. Тайсон инструктор. Вообще красавчик. Басында түсінбей, басында шығып құлағым ауырды, мұрным бітеліп қалды. Что-то не то болды. Шықтық кері. Содан кейін түсіндірді, былай істейсің, былай істейсің, былай істейсің. Но той инструктор да бәрін дұрыстап түсіндіріп айтты да. Содан кейін кайфтың кайфы, мына судың асты деген. Вообще фобиям жоқ болып кетті ғой. Тек қана кайф. Анда төменде еще бір балық жеп жатыр ма бірдеңе. Вообще, в общем, кайф, мықты. Кері қайтатын уақытта болды. Қайтар жол қызықты болды. Біреуді туған күнімен құттықтадық. Мен танымасам да мәзбін әйтеуір. Осы кемеде жалпы қазақтар көп болды. Көбі Қостанайдан. Жалпы жақсы жиналып қалыппыз. Ваня, скажи. Меня тоже Қостанай. Осымен біздің 10-шы күн аяғына жетті. Лагуна Вистаға өте көп рахмет. Барлығы күшті болды, барлығы тема болды, мықты болды, күшті демалдық. Администрациясы, обслуживаниясы, тамағы, барлығы персоналы барлығына көп рахмет, мықты. Лагуна Вистаға келем деген адамдар болса, именно Пик Альбатрос, Лагуна Виста деген келетіндер болса, рекомен ғой менен. Ешқандай реклама емес, бұл шын пікір, шынайы пікір. Біз қалай демалдық, қалай нестедік, қалай осында болды, соның барлығы сіздер көрдіңіздер. Осындай отель. Отельден әуежайға дейін трансферге кешіп қалған болмаса, барлығы тамаша. Біздер отельден аэропортқа дейін трансферге үлгермей қалдық. Менің кесірімнен, себебі біздің дайвингіміздің уақыты созылып кетті кішкене. Бірақ Аллаға шүкір, такси арзан екен. 1500 теңгенің шамасында сондай суммаға біздер отелімізден аэропортқа дейін келіп алдық. Енді регистрация барлығын өтіп, атындағы халықтың барлығы сол регистрацияда отыр. Регистрация барлығын өтіп, Алла қаласа Оралға дейін ұшатын боламыз. 4 сағат жарымнан кейін Орал әуежайында болуымыз керекпіз. Египет еліне саяхатым керемет болды. Сіздер де видеолардың барлығын бір демде қарап шықты деген ойдамын. Саяхаттаңыздар достар. Әлем біз үшін жаратылған.